Қайырлы күн, қазақ елі. Мына әлеуметтік желіде болып жатқан Магнумға бойкот деген тақырыпқа байланысты мына нәрсені айтқым келеді. 1980 жылы Прибалтика еліне воплощение Ксен ашқан деген фильмді алып барғам. Ленинградта оқып жүрмін ғой енді. Сағат 6-ға 5 минут қалды. Кешке. Сосын жанымдағы ресейлік азаматтар ал қалла жу деді. Ол кезде арақ сағат 6-ға дейін ғана сатылады. Жаңа магазинде, гастрономда. Үлкен қонақ үйінде жатырмыз Таллинде. Осы ана светофор қызыл жанып тұр. Машина жоқ ешқандай. Адамдардың бәрі тұр. Бар не болса болсын дедім де. Жүгіріп өттім қызылға. Бәрі көздерін алартып қарады. Сосын магазинге кірдім де, көріп тұрмын, сатушыға келдім. Орысша сұрасаң жауап бермейді. Сосын қазақша айттым. Түсінбейді ғой, қазақша айттым. Сосын водка дедім жаңа. Күліп жемейді. Сосын орыс тілінде жауап берді. Жаңа сөйтіп арағын алдым ғой. Мен айтайын дегенім, әрбір ұлт әрине өзінің тілін жоғары қояды. Дұрыс қой енді. Бірақ Қырғызстаннан осы одақ тарқағаннан кейін Прибалтика еліне бір техниканы сатып алуға не жіберген ғой енді Прибалтикаға. Техниканы сатып алуға запрос жібереді. Орысша жазған. Сөйтсе анақтан не келіпті? Жауап. На русском не обслуживаем. Говорите не на русском языке деп. Бұлар енді қайдан білсін олар Прибалтиканың тілін? Латыш па, Литван ба, Эстон ба біреуіне. Соң қырғыздар алады да қырғызша жазып қайтып жүрген ғой. Мынанша техниканы аламыз, мынанша ақша аударуға дайынбыз деп. Қырғызшаны алып қарап тұрмын. Сонда айтқандары ғой жаңағы. Давайте на русском деп жаңағы. Сондықтан енді қаншама жыл, қаншама уақыт араласып жатқан ұлттар, бір жағы күлкілі, бірақ шынында өте ауыр жағдай ғой. Әр ұлттың, сол ұлттың өз тұратын территориясында сол ұлтқа не берілу керек? Преимущество берілу керек. Сондықтан мына Магнум мысалы жұмысшыларының, қызметшілерінің арасынан өлгенде бір 30% ба жаңағы қазақ тілді нелерді қойып қою керек қой, жоғарғы қызметте болсын, қайсында болсын. Егер сондай жаңағыда қазақша сұрайтын болса, сұраныс пайда болады. Солар бірден жауап беру керек қой. Оған ренжіп, мұрнын көтеріп, шүйіріп, енді өз елінде жүрген қазақты соншама енді қорлау болып саналады ғой енді. Пошел деп тұр ғой енді. Орысша сөйле деп, орысша айт маған деп. Сондықтан кім қазақтың ұлттық мүддесі, қазақ тіліне қиянат жасайтын болса, ол кім болса ол болсын. Қандай қызмет орны болсын, аэропорт бола ма, не бар ғой? Сауда орталығы болсын, білмеймін енді төр. Аштан ашық қазақтың тіліне қарсы өздерін көрсететін болса, шында қазақ ұлты, қазақ тіллер оған бойкот жариялауға және өзінің құқығын сұраныс жасауға құқықты. Не алдым? Қазақтың қазақ екендігін, ауызбіршілігін, бір-бірде жаңағы ұлттық өзінің
сана сезімін жоғарып көрсету үшін жасалынып жатқан уақытша, бірақ бұның артында үлкен саясат тұр. Өздеріңіз білесіздер, 2016 жылы мен сол кездегі Нұрсұлтан Назарбаев президентке жазған болатын. Фейсбукте әлі тұр 2016 жылғы постымда. Құрметті президент мырза, сіз малшының баласы едіңіз. Құдай сізге бақ беріп, қазақтың тағына отырдыңыз. Қазақ сіздің арқаңызда мал болды. Малшы ғой енді әкесі. Қараңыз, я тіліне, я дініне, я діліне, я жеріне, я байлығына сұраныс жасай алмайтын американдық үндістер сияқты қазақтардан өз жерінде абориген жасадыңыз. Ал енді қазақтың мойнына ілінген қамыт, қарыз, ұлттық қарызы пәлен миллиард кетті ғой енді, әсіресе Қытайға. Ертең олар сол орнына жерді алады. Оны қай ұрпағымыз, қай келешек ұрпақ оны төлей алады. Яғни ана қамыт сұмдық енді оны. Сондықтан ана пәлен миллиард кәдімгі әрқайсысы өздері ақшаларын бәрін жинап алған. Солардың есебінен жабыңыздар ана қарыздың бәрін, тоқтатыңыздар деп жазған ғой. Жарияладым. Кейін телевизор көріп отырсам, Нұрсұлтан Назарбаевқа бір BBC ма, білмеймін, CNN ба, бір канал интервью алып жатыр екен, сұхбатын алып жатыр екен. Соны көріп қойдым. Алып бара жатқан ассистент менің сұрағымды алып барып берді. Көрінбейді ғой, бұлардың ең құйтырқысы ғой. Сенің сұрағыңды эфирде беру керек, прямой. Ана соған жауап беру керек. А ол алып барды, ананы бүйтіп оқыды да, мен малшының баласы емеспін, мен байдың баласымын деп кәдімгі ашуланып айқайлады. Сосын енді үйде отырмын ғой, енді не істеймін? Қалай деймін, сен кітабыңда жазулы тұр. Әкең малшы болған, шамалған малын баққан. Падашы дейді ғой, ауылда халықтың малын. Киноларыңда тұр, бәр жерде келіп тұрып, енді келіп жаңағы мен малшы емеспін деп. Сол Нұрсұлтан Назарбаевтың жасаған саясатының бұл көрінісі қазақ тілін менсінбеу. Мен білем, 90-шы жылдар егемендік алғаннан кейін Қазақ телефильм студиясында жұмыс істедім, 500 адам жұмыс істейді. Енді жартысынан көбі орыс тілділер ғой. Орыстар бар, еврейлер бар. Солардың барлығы қолдарына бір блокнот қалам алып, әрбір айтқан сөзге қазақшасын айтшы, қазақшасын айтшы деп тұрады. Мен орысша күрмеліп айтып бір өлең сөйлеймін ғой. Сонда солар қарапайым сөздердің өзінің қазақшасын анаған жазып алып жатты. Сұмдық керемет қазақша үйрену модаға айналған болатын. Сол қарқымен бір 2 жылда олар қазақша сөйлейтін дәрежеге жетіп қалатын еді. Бір күн Назарбаев бір емес, 2 рет, 3 рет телевизорден сөйледі, телевизияда хабардың бұл Қазақстан айтып. Мынау нені қойыңдар, өзге ұлттардан қазақша сөйлеңдер дегенді, қазақша үйренгенді. Ой, асықпай, кейін өздері ақыл-естері жеткесін қазақша үйреніп алады. Қазір оны ешқандай орыс тілінде өмір сүре берсін деп 3 рет па сол эфирден берді. Содан кейін жаңағы үйірмелер бар, қазақ тілін үйренейік деген. Соның бәрі жабылды ғой. Міне Назарбаев тікелей жаңа. Сосын бұны ойладым, неге сонша бүйтеді деп. Сөйтсем, қазақтың санасы, өзін-өзінде деген ұлттық санасы бәрі егер өсіп, жоғарылап кететін болса, онда ана ұрлықты да, басқа не бір жасап алған былыққа да өзін-өзі сезінген ол талан-таражға түсірмей, сол кезде мемлекетке игілік жасай алады екен. Оның бірден бір оны жасатпаудың жолы
ұлтты тізерлету, үстіне нұқу, оны мойындату, басын төмен салбыратқызып, міне, осының қазір мынау біз көрінісін көріп жатырмыз. Яғни Нұрсұлтан Назарбаев қазақтың жаңағы жерін, байлығын бәрін талан-таражға салу үшін оған кім кедергі? Оған қазақ ұлты. Сіздер білесіздер ме? Американы мынау Европаны жан-жақтан жаулап алды ғой енді. Колумб ашқаннан кейін. Содан олар үндістер бар, 100 миллионға тарта. Соның бір 90 миллионын қырды ғой енді бұлар. Неге? 10 миллионы қалды, резервация дейді жаңағыдай. Қазақтар ауылы бар ғой, мына қазір больницасы жоқ, мектебі жоқ, айдалада бір қазақтар тұрады. Сондай сияқты резервация анау. Соны енді мен ойлап, саралап қараймын ғой. Сөйтсем, бұл мына циркте барлық қасқыр, нелер, арыстанда, жолбарыста, пілде бәр үйренеді, айтқанға көнеді. Қасқыр көнбейді. Сіздер байқайсыздар ма? Циркте бірде-бір қасқыр жоқ. Қасқыр мінез не? Ол құлдықты мойындамайды. Мына үндістер сондай қасқыр мінезді екен. Бұларды апарып жұмысқа сала алмады. Алды да Африкадан қара нәсілдерді алып келіп, миллиондап. Жолда қаншасы, 90% жолда олардың. Сөйтіп, ана үндістерді қырып тастады. Өйткені оларды қазақтардың малын тартып алған сияқты, олардың да күн көріп отырған бизондарын өлтірді. Ана қырылып та қалды. Міне осы сияқты қазақтың жаңағы байлығын, басқасын бәрін талан-таражға салып шашу үшін ана жергілікті ұлттың өзі керек емес, оның оянғаны. Сондықтан ол ұлттың ішінен шыққан жаңағы соған жанашыр болған патриоттарын, ататындарын бәрін атты, түрмеге жапты, сатты, басқа ойларын бәрін білген істеді ғой. Міне бұл үлкен саясат. Және осындағы тұрған қазақтардың, халықтың жұмыс істегенге төленетін айлық бар ма? Ақша? Шетелден келіп жұмыс істеп отқандар бар. Оларға $5,000 төлесе, жергілікті қазақтарға $500 төлейді. Сөйтіп ара қатынасын өте жаңа не жасап қойған, құйтырқан. Бір күні сол ашылды. Қалай дейсіз ғой? Мынау жергілікті жерден жұмыс істеп жүрген адам Астанаға барған ғой енді. Жаңағыдай бір пенсияға шығатын болған байтер. Сосын олар айтыпты, сен ол Жаңаөзенге қайқа Атырауға ма барып жүрмейсің? Мына жерден бар да өзің айлығың туралы справкаңды алып кел деген ғой, анықтаманы. Яна барғанда қазір мына қыз мысалы өзінің жұмыс істейтін атын удостоверениесін көрсетіп, маған справка беріңдер деген ғой. Алалар алғанда жоғары жақтағы министерстводан деңгейінде тұрған алаттан фамилиясын басады да бере салған ғой. Сөйтсе, мына неде жұмыс істеп жүрген қазақтарға кемісі $500 беріп отқан жергілікті жерде. Жоғары жақта оларға да $5,000 бөлінеді екен ғой. Ана түрк компаниялары кейін айтты ғой, сол шу болды ғой. Мен өзімнен бірден шетелдікке қанша төлеймін, дәл сіздерге төлеп жатырмын. Бірақ біздің билік көрдің бе? Қайықтан жасайды. Ортадан кәдімгідей бұлай алып жатыр. Сондықтан айтарым, мынау қазір болып жатқан әлеуметтік желідегі қазақ тіліне деген, қазаққа деген сондай бір қарым қатынасын көрсетіп тұр ғой. Енді магнуттар ойланар, егер қазақтың нанын жеп, қазақтың топырағында бизнес жасайым десе. Басқа не дейміз? Жақсы, тек арандап қалмаңыздар. Осыны пайдаланып арандатуға не бір ықпалды күштер соған бірталай жалаңдап отыр. Қазағым аман болсын. Жақсы.